Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз өткен тақырыптың жалғасы, яғни 19 және 20 ғасырдың басында Қазақстанда оқу орындары. Енді бүгінгі біздің сабақтың мақсаты, көз жүгіртіп отырсаңыздар, электронды тақтаға 19-20 ғасырдың басында Қазақстанда өмір сүрген білім беру мекемелерінің қызметтік ерекшеліктерін сәйкесінше жіктеуді басқашалығы. Балалар ренжімеңіздер, бүкіл қазақ халқы сауатсыз. Сауатсыз дегенде ол тек әріп сызып жазудан ғана жоқ. Біздің кезімізде бір ақтаған 29 ғасырдан бері келе жатқан білім болды. Ол арабша немесе төте жазу деген қызмет атқарды. 1924 жылы Қазақстандағы 4,5 миллион халық бар деп есептесеңіздер, бүкіл қазақ халқының саны оқыған адамдар 1%. Яғни шамамен бір 2000-2400 мұғалім ғана болған. 400 сыныпқа қабылданған оқушылардың жасы 20 болды. Енді халық сауатсыз. Осы 200 мың адамға, жаңа 40 жас пен 200 мың арасында адамдарға аты жөнін жазып біліп, кеңес өкіметінен келген құжатты оқи алатындай, аты жөнін жазып, хат жаза алатындай деңгейге жеткізгеннен кейін 200 мың адамды 2 жылдың ішінде оқытып бітіреді да, 1928 жылдары халықтың сауаттылығы 25%-ға көтерілді. Тарихи бір оқиғалардағы қайталанатын дүние осында. Қазір сіздерге мәтінмен жұмыс, осыдан кейін бір мәтін беріледі. Сол мәтінге байланысты көз алдарыңызға сол кезең туралы видео материалды ұсынамын. Сол материалға байланысты өз ойларыңызды толтыруға керекті тестті тіркеп аласыздар. Қорытындысында сіздерге сауатсыздықты жою 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы оқу ағарту орындары туралы 5 және 10 сұрақтан тест тапсырасыздар. Ол кісі тек қана нені білу керек? Жазуды алфавитті танып, өзінің алдында тұрған станокта жұмыс жасауды үйренсе болды. Ол кісіге қолына жаңа куәлігін беріп жібереді. 3 жылдық 4 жыл мектеп. Ең үлкен жаңалық 20 ғасырда қазақ қыздарын оқытуға рұқсат берген. Әрине қыз балада басын білетін болған жоқ. Ол еркек адамның меншігі, әке мен шешенің меншігі, немесе әйел адам басқа бір қоғамдық заттарды жасамау керек болды. Оқушылар, келесі тақырыбымыздың келесі кезеңіне өтейік. Есте сақтау болатын болса, өткен жыл тақырыптың жалғасы. Қазір тақтада берілген мәтінді фотоға түсіріп алып, сканер жасайсыздар да, QR кодтарыңыз бен телефондарыңызға сақтайсыздар. Біріншіден қазір тақтаға шығып, бір-бірден осы жақын жерден фотоға түсіріп алыңыздар. Жақындаңыз. Әсіресе мына жерде жақыннан келіп түсіріп алып жүреді. Жақсы отырыңыз. Ананы түсіріп қазақ балаларын оқыту, Құран сөздерін оқымай жаттап алу басты жетістікті саналатын мектептерге жүзеге асырылды. Оларда мұғалімдердің несі оқыту жоспарлары мен методикасы ешбір қағидаты молдалары атқарды. Мұсылман мектептерінде негіздерінен сыр балалар оқыды. Оның өзі әйелдер сауатсыздығының жоғары дәрежеге өз себептерін жариялады. Мысалы, 1800 жылы және Серниколь өздерінде мұсылман мектептерінде 47,5 мың ер бала және бар болғаны 17,3 мың қыз балалар болды. 1835 жылы Киргизская степная газета мұсылман мектептеріндегі сабақтың өтілін сөйлеп былай да жазды. Балалар өтін киіз үйден шамдармен айқайлаған ашық дауыстан естілді. Әр оқушы өзінің сабағын айқайлап оқиды. Осылайша оқу 4 жылдай уақытқа созылды. Осы мерзім өткеннен кейін оқушылар білім алды, курсынан өтіп, оны еш нәрсе де білмеген бұрынғы адамдық қалпына қалған күйде қонақтай. Петербургта, Казанда, Орынборда, Ташкентте, Абай Құнанбаевтың, Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің, Ахмет Қайсасының, Ғажап Дулатовтың, Анвар Диановтың және көптеген басқалардың шығармалары басылып шықты. 1912 жылы семейде қазақ тіліндегі кітаптарды шығаруға мамандар
отырған жәрдем баспаханасы құрылды. Қазақ революциясында революцияға дейін қазақ тілінде шамамен 200 автомобильдер қайта шығарылып, есептемегенде басылып шығарылады. Совет келгенде өзгерістер қазақ қоғамы мәдениетінің барлық жақтарын шарпыды. Алайда халықта осы рухани байлықтар мен мәдени жетістіктердің бәрі бірдей жете қойған жоқ. Бұл халықтардың жаппай сауатсыздығы, мәдени ағарту мекемелерінің өте аздығы, паризм орташылдығы саяси зардапты әсер етті. Мәселе сол кезеңдегі саясаттағы қарама-қайшылық дегеніміз не? Ұлттың бас көтеруіне зиян келтіретін бір саяси бұйрыққа қазақ халқының. Сондықтан да 20-шы ғасырдың басындағы әсіресе Міржақып Дулатовтың шырылдап жүріп оян қазақ көтеріп басты. Қараңғыда өткізбей бекоп, яғни мықты сапасы жөнінен, білім сапасы, материалдық жағдайы, өмірлік капитал, адамды қоғамда сүюді республикада халықтың бір аргетипі қаланып көргендіктен қазақтың миллиондаған халқының мағлұматында ғана жүргенде санасын көтере алмай жүргеніне іштері ашылды. Әлі күнге дейін бұл өзгерістер нетсе қазір тоқтаған жоқ. Қазір қазақ мағлұматында жүрген жоқ, қазір интернеттен арқылы жүр. Саналарын көтере алмаған профессор 27-30 жасында Қазақстан тарихын жазған, Кенесары хан туралы көтерілісті жазған үшін 25 жылға сотталған. Оқымаған адамды соққан. Оны ешкім сұрамаған. Неге менің баламды соқтың? Бұл кезінде өмір бөлек болған. Екіншісі, алғашқы бірінші классқа барған кісілер. Ташкент Орынбордағы қазақ жастарының бірлігі Ленинградта 17 жаспенен 25 жастың арасындағы қазақтың алғашқы зиялы. Қай жерде жоғарғы оқу орындарын ашамыз деп шағылдап, қазақтың санасын оятқысы келіп, қазаққа күн болып шыққысы келіп жүр. Асында тұрған кісілер әсіресе Смағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтар туралы қазақтың үстінен шығып өрмелі күн болмағанда кім боламын? Бізге мен алашқылардың сөздері бар. Әлихан Бөкейхановтың атақты сөзі бар. 1917 патшаны өлтіріп тастап, кеңес үкіметі құруға емес деп патша өлді. Қазақтарға хан билікті жойып тастаған билік құлайды. Сол кезде қуанады. Бостандық, теңдік, таңдық, туды қазаққа ерте ме кеш пе қазақтың жақсы өмірі басталады дейді. Бірақ өкінішке орай патша үкіметінің орнына келген кеңес үкіметі қазақтың ұлттық зиялыларын ұлттық мәдениетін көтеруге рұқсат берді. Яғни бүгінгі өткен сабақ бойынша 20-шы ғасырдың басында Қазақстандағы жоғарғы оқу орындары халыққа ағарту ісінің дамуы бойынша министрге бір алма таратып беріп, алма гүлін егесі деп, яғни білім гүлі бұл дегеніміз жемістеріңіз жаңа өздеріңіз жоғарғы оқу орындарыңызда деген ойларыңызды жазасыздар. Мынандай мәселе. Ең қолға сұрақ істеп жүргім келеді. Мұндайларға ешқандай. Магнит тақтасына. Оны аштым жақсы. QR-код телефондарыңыздағы QR-код арқылы сканерлеу арқылы жаңағы түсірген тақырыптармен бірге бүгін 20-шы ғасырдың басында Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының қызметін мазмұндап ары қарай талдап жазып келеміз. Түсінікті ғой? Дәптерлеріңізге белгілі. Рахмет, келесі кездескенше.